Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жұмыртқадан өте дәмді, ерекше осындай рулеттердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен бір жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды, бір кесе шекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Бір кружка сүт құямыз және 5-6 столовый ложка ұнымызды осылай електен өткізіп қосатын боламыз. Дайын болған осы массамыздың үстіне 1-1,5 ас қасық какао саламыз және 1 ас қасық өсімдік майын құйып жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйықтау масса шығады. Енді осыны қызып тұрған табада екі бетін пісіріп аламыз. Табаны майлап жіберуді ұмытпаңыздар. Сонда шелпегіміз жабыспай, біркелкі формасын сақтап, әдемі болып пісетін болады. Біздің корждарымыз дайын болды. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін 4 ас қасық творожный сырға қант ұнтағын қосамыз. Қалауымызша жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді корждарымыздың арасына жағып, ортасына жеміс-жидектер саламыз. Менде банан, киви және слива, абрикос. Сіздер өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Тәттіні жақсы көрсеңіз, банан мен клубнай салуыңызға да болады. Әркім өз қалауынша салмасын салады. Осылай барлық корждарымызды әдемілеп орап шығамыз. Неғұрлым тығыз орасақ, соғұрлым рулеттеріміздің пішіні әдемі болып тұрады. Дайын болған рулеттеріміздің бетін пищевой пленкамен жауып, 4-5 сағатқа холодильникте қалдырамыз. Біздің рулеттеріміз дайын, осылай пищевой пленкадан босатып аламыз. Шетін кесіп алып тастаймыз. Дайындалу жолы өте қарапайым, тіске жұмсақ, осындай ерекше рулет болып шығады және пішінін керемет сақтайды. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Кез келген уақытта жасап, шайға ұсынсаңыз болады. Аз болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, рецепттерімді жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.